Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз екінші жаттығуымызды бастаймыз. Ол үшін әрдайым айтамын да, сіздердің қолдарыңыз таза болу керек. Және де бетке қолымызды қойғанда, қолымызды қатты батырмаймыз. Бұл жаттығу бізге фотоға түскенде, мысалы, көзімізге де бетіп түседі ғой. Заспанные глаза дейді. Сондай көз фотода болмау үшін, үстіңгі қабағымыз үстіге қарай тартылып, бұрынғы орнына келу үшін біз осы жаттығуды жасаймыз. Ал сәттілік тілеймін сіздерге. Менімен бірге жасайтын болсаңыздар, 2 аптадан кейін сіздер жемісін көресіздер деген гарантия бере аламын. Ал бастайық. 2 саусағымызды, ортаңғы және сұқ саусағымызды үстіп аламыз да, бүйтіп қасымыздың ортасынан бастап, шетіне екіншісін ақырын қоямыз. Жай ғана прикосновение. Және де үстіге қарай көтереміз саусақтарымызды. Ал бастаймыз. Осылай ұстап тұрамыз да, көзімізді бұрынғы көп кәмпитке қойғанда мамамыз көрсетуші еді ғой, солай бадырайтып көрсетеміз көзімізді. Тағы да 20-ға дейін санаймыз. Таңертең және де кешке күніне 2 рет жасаған абзал. Уақыттарыңыз болмаса, хотя бы күніне 1 рет жасасаңыздар болады. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Міне осындай тез жасалатын жаттығу, бірақ результаты өте мықты. Мына жердегі мышцаларымыз, бұлшықеттеріміз тартылып, өз орнына келеді. Және де фотода сіз әдемі болып түсетін боласыз. Келесі жаттығуымыз да осындай, бірақ енді кішкене қиындатамыз. Жаңағындай исходный положение деп айтамыз. Саусақтарымызды орнына қоямыз. Ақырын ғана үстіге тартамыз. Енді біз жерге қарауымыз керек. Взгляд на пол дейді. Немесе тізеңізге қарасаңыз болады. Тағы да жаңағындай 20-ға дейін санаймыз. Көзімізді ашып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай күнде жасайтын болсаңыздар, бетіңізді жуған кезде сіз сразу результатты саусақтарыңызбен сезетін боласыз. Бетіңіз упругий, бұлшықеттеріңіз тартылып, өзіңізге бетіңіз жуғанда бір приятный болып, доп сияқты үріліп тұратын болады, бұрынғыға қарағанда. Сол достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліңіздер және де лүпілдеріңізді аямаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.